Қазақ халқында ою-өрнек түрлері өте көп. Сол қазір наурыз айында ою-өрнек деген челлендж болып жатқандықтан біз ою туралы айта кетсек, мысалы мынау ою, ол қошқар мүйіз деп аталады. Оюлар өзі бірнеше түрге бөлінеді, геометриялық, құстар және өсімдіктер түрлері болып. Сол қазір жануарлардан айтып кетейік, мына қошқар мүйіз деп алынған, өйткені қошқарға ұқсайды. Осы қошқар мүйізден құрастыра отырып, мынандай 4 құлақ деген ою-өрнек құрастырып шығаруға болады. Оларды қоса отырып, күрденділеп отырып, мынандай да ою түрлерін шығаруға болады. Бұл оюлардың түрлері ол өте маңызды. Әртүрлі жағдайларда осы оюларды қолданады. Жол жүргенде, қызық тұрмысқа шыққанда басқа ою түрлерін қолданады. Бала туғанда оюлар және өте маңызды болған бұрынғы біздің ежелгі қазақтарымызға. Олар көз тимес үшін, жол ашар деген сияқты сондай әртүрлі маңызды қалай құрастырады, соған байланысты. Мына жерде де мысалы тұмар ретінде, я мына жерде мінекей оюдың түрі, мына жерде өсімдік түрі, ал мына жерде түйе табан деген ою. Оларды құрастырып жақсы оюлар шығарады. Мынау мінекей бота көзі деген ою геометриялық түрде шығарылған. Мына жерлер оюлар мінекей геометриялық болып, әртүрлі болып бөлінеді. Осы геометриялық фигуралардың ішінен мінекей мына жерде қарлығаш деген ою бар. Осы ою қаққа бөлгенде симметриялық болып шығады. Қиюға оңай. Қазір мен сіздерге осыны қиып көрсетейін. Сосын қайда қолданатынын айта кетеміз. Мінекей мына ою қиылып болды. Қарасаңыздар, мінекей қарлығашқа ұқсайды өте. Осы оюларды қатар-қатар қойған кезде әртүрлі ою түрлері болып шығады, әдемі болып. Осындай ою түрлерімен мына жердегі бейнеленген суреттерді қарасаңыздар, барлығында да жилеткелері де, киімдері де барлығы да оюлармен әшекейленген. Үлкен кісілердікі де әшекейленеді, балалардікі де, өйткені ол біріншіден әдемі, екіншіден әр оюдың өзінің орны бар бөлек. Көз тимес деп немесе жол жүргенде сондайларда қолданылғандықтан оюлар тағылады. Көрпелерге, жастықтарға да тағылады. Киіз үйлерді осындай оюлардың әртүрлі түрлерімен әшекейлеп отырған.